Кино көрсе арнасына қош келдіңіздер. Арнамызға жазылып, қолдау білдіре тұрыңыздар. Нұх пен Севилай үйлену тойы туралы ақылдасып, бір-біріне махаббат көзбен қарап тұр. Үстел үстінде Нұхтың ағасы отбасы бақыты туралы, дүние туралы ақылын айтып отырды. Бірақ ағасы Нұхқа ұнамайтын сөздер бастап, екеуі келіспей қалады. Сендердің әкелерің ит адам болған деп намысына тиеді. Тахсин ағасы. Нұх үстел үстінде Меликті ренжітіп қояды. Жихан мен Мелик ешқашанда татуласпайды деп шынданды. Өйткені Тахсин ағасы оның осы сөзді айтуға дейін жеткізді. Мелик қапа болып біз татуластық, сен де біліп қой деп көзіне жас алды. Үстел үстінде бәрі Нұхқа кешірімді болуды айтты. Жақсылығымен ара қатынасты туралау туралы, өкпе реніш, кек бәрін артта қалдыру туралы айтты. Мелик өзінің бала күтіп жүргенін, сондықтан ол ешкімге реніш ұстамаймын деді. Ақыры олар Нұхқа тату болуға шақырып, оны көндірді. Егерде бұл фильмді түсінбеген болсаңыздар, сіздерге айтып берейін. Сериалдың басты кейіпкері Сумру есімді әйел. Жастық шағында ол егіз Нұх пен Мелик дүниеге келеді. Алайда қиын жағдайларға байланысты балаларын тастап, бұрынғы отбасынан кетуге мәжбүр болады. Балалар әжесінің қолында өсіп, аналары туралы ештеңе білмей жетіледі. Бір күні әжесі өмірден өтер алдында шындықты айтады. Осы сәттен бастап оқиғалар өрбей бастайды. Нұх пен Мелик анасын іздеп, бірақ жолда олар отбасылық құпияларға, сатқындықтарға, адам бойындағы қараңғы қасиеттерге тап болады. Бұл сүйіспеншілік, өкініш, сатқындық пен кешірім жайлы әсерлі драма.